Әңгіме сынық кесе. Асылтас шай ішіп болып, қолындағы кесесінің шетіндегі кетілген жеріне ұзақ қарады. Оның көзі сыныққа түскенімен, көңілі әлде қайда анасымен бірге сүрген өмірін ой елегінен өткізіп отырғаны анық. Жарықтық барынша көпшіл, дастарханды кейуана еді. Жас күнінде үлкендерден бата алуды мансық тұтқан Сүмбілшаш ананың өнегелі өмір жолы, анасының ақ сүтімен енген асыл қасиеттері Асылтастың бойынан да байқалады. Ол да көпшіл, бауырмал, бөтенді жат санамайтын әдеті бар, мінезі көркем, кешірімшіл, жаны жомарт жан. Ұстаздық қызмет, шығармашылық тағы бар. Соған қарамастан анасының ықылас пейілі үшін жиі бірде үлкендерді, бірде өкше басар абысындарын шақырып, бас қосулар жасайтынды. Міне, анасы жарық дүние есін жапқалы бұндай бас қосулар сирегені анық. Анасының дастархан жаюы дара қылық емес, қонақ жайлылық, бауырмалдық, ағайын арасындағы бірлікті арттырады деп айтып отыратын сөзін шын мәнінде өзі пайғамбар жасына келгенде терең түсініп отыр. Ағайын, дос-жарандарға барсаң келеді, келсе барасың. Олай болмаса, жақының жат, ағайының алыстай түседі. Тіршілікте көзден таса болсаң, көңілде жат боласың. Алғаның да қарыз, бергенің де қарыз. Адам бұл өмірде бір-біріне қонақ деп отырушы еді Сүмбілшаш ана. Асылтас ардақты әкесінің қолымен жасалған кездігін қол сөмкесінде ұстап жүргеніне 40 жылдай болды. Ал өзіне қалдырған анасының ұстаған кейбір затын, тұтынған бұйымын аялап ұстайды. 90-ның 5-еуін еңсеріп өмірден озған анасы өз ұрпағы үшін ғана емес, көптің анасы атанғанды. Өмірдің ұзақ жолында ағайын туыс, дос-жаран жинады. Бірде анасы Асылтас жұмыстан келген соң жастығының астынан орамалға түйілген бір затты шығарып: «Мына екі зат менің анамның қыз кезде таққан білезігі екен. Маған қыздардың өскен соң не олардың қыздарына берерсің? Әзірше өзің қартайғанша қолыңнан тастама, білегіңде болсын» деп аманаттаған еді. Таза күміс бұйым. Бұрын көлемі жалпақ болатын. Уақыт оза келіп жіңішкерген. Немере қыздардың есейіп келеді ғой. Түсіндіріп, қадірін білетін кезде берерсің деп Асылтастың қолына табыстады. Анасының дауысы, сол күнгі қимылы көз алдына келіп, тамағына ас тығылғандай Асылтас терең күрсінді. Жылағысы келгенде күй кешті. Көзден жас шықпаған соң көмекейіне тірелген аяулы анасына деген сағыныш сезімін үнсіз сезініп отырған жайы бар. Жылағанмен алдында отырған жас келін оның көңіл күйін, көңіліндегі суреттері түсінсін бе? Қолындағы кесені ұқыпсыз ұстап, үлкен келіннің шалт қимылдап, шетін ұшырып алғаны жанына батып отыр. Кесе көп-ау, бірақ мына кесенің орны бөлек. Анасы ұнатып ұстап, бірнеше жыл шай ішкен ыдысы болатын. Үнсіз орнынан тұрып кеткен Асылтас сынық кесені өзі жуып жоғары қойды.